Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге сториске ерекше видеоны дайындауды үйрететін боламын. Ол үшін YouTube'қа барамыз. Футаж буквы деп жазамыз. Неке жаздық. Ең алдымен неке неше түрі бар. Осы футаж буквы дегеннің кез келген маған неке мынау ұнап тұр. Осыны алдын ала өзіңіздің Готовьтесь к Новому году вместе с Озон. Новогодние украшения от 6. Өзіңіз видеоға түсіріп аласыз. Запись экранымен видеоға түсіріп аласыз. 30 секундтай, болмаса 1 минуттай етіп. Содан кейін YouTube'дан шығып, CapCut'қа кіреміз. Новый проект деп басамыз. Өзіміздің жаңа дайындап алған, яғни запись экранымен түсіріп алған видеомызға барамыз. Керек емес жерлерін удалить етеміз. Разделить. Разделить етіп, бізге қажет емес жерлерін удалить етіп тастаймыз. Және де соңғы жақтарды қажет емес. Соңғы жағында CapCut'тың видеосын удалить етіп тастаймыз. Және де қажет емес мына жерде бізге. Осылай удалить етіп аламыз. Және де осыны екі саусақтың көмегімен неке видео осылай шықты. Және де осыны екі саусақтың көмегімен жоғарыдан төмен қарай әріптер түсіп жатқан сияқты ететін боламыз. Неке осылай жасап аламыз. Вертикально. Жоғары жағындағы стрелкамен сохранить етіп аламыз. Неке сохранить етілді. Қайтадан новый проектке барамыз. Кез келген фото өзіңізге ұнайтын добавить етеміз. Неке фото добавить етілді. Фотоның ар жағында CapCut'тың видеосын удалить етеміз. Фотоны өзіңіздің қалауыңыз бойынша оңға қарай тартсаңыз болады. Және де төменгі жағында наложениеге барамыз да жаңағы видеомызды ставить етеміз. Неке видео ставить етілді. Енді төменгі жағында склейка деген көріп тұрсыздар. Соның үстін басамыз. Үшіншісіне міне барып, фильтр дегенге барып, екі саусақтың көмегімен мына фотоның көлеміне келтіреміз. Және де неке видеоны жүргізсеңіздер, осындай артында әріптер түсіп тұрған сияқты болып. Осындай ерекше видео дайындалатын болады. Осы видеоның көлеміне қарай фотоны жылжытсаңыздар болады. Неке осындай видео шықты бізде. Кәделеріңізге жарасын сохранить етеміз. Менің каналым сіздерге ұнаса, лайк басып тіркеліп алыңыздар. Келесі жолы мен сіздерге дәл осындай трендтегі видеомен бөлісетін боламын. Ол үшін менің каналымнан алыстамаңыздар. Қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сол кезде менің сіздерге жаңадан дайындаған әрбір видеом көрініп тұратын болады.